Сергомен кездесу. 1934 жылы 31 желтоқсанда СССР ауыр өнеркәсіп министрі Орджоникидзе Қанышты қабылдады. Кездесу өте сәтті өтті. Нарком өте салмақты һәм сауатты кісі екен. Оның сұрақтарына Қаныш мүдірмей жауап берді. Мұншама ен байлықты игеру үшін сайын дала төсіне темір жол төсеу керегін түсіндірді. Бұған дейін бір сом үшін көрінген трестің есігін қағып, қызметін ұсынып жүрген қорғансыз Қанышқа ауыр өнеркәсіп министрі 500 миллион сом бөлуге уәде етті. 1935 жылы ұзындығы 414 километр болатын темір жол құрылысы басталды. Жезқазғаннан ірі зауыт соғуға қисапсыз қаржы бөлінді. Сол күннен бастап Мәскеудегі ірі жобалаушы институттары бұл жобаға жабылып кетті. Сол заманның мықты инфрақұрылымдары бірінен соң бірі келе бастады. Қаныштың қасында СССР-дің мықты ғалымдары топтасып, тізе қосып, еңбектеніп жатты. Керек десең 1927 жылы, «Әй, Қаныш, осы бастан ескертсем, бұл даладан түк те шықпайды. Есің барда еліңді тап» деп ақыл айтқан Иван Ягодкин да Қарсақбайға қайта келді. Обалы не керек, Яковкин геолог қана емес, нағыз ердің ері екен. Ол Қарсақбайдағы геологтарды жинап мәжіліс ашқанда көп уақыт Жезқазған туралы жаңсақ пікірде болып, кем барлауға кедергі келтіргенімді мойындаймын. Ақыры шындық жеңді. Қымбатты Қаныш Имантайұлы, сіздің табанды күресіңізге ризалық білдіріп, қисапсыз кенді болжай білген ғажап дарыныңызға бас иемін депті. Орджоникидзе Қанышпен танысқан соң оның ғазиз бейнесі көңілінде жатталып қалды. Оны Понизовскийдің естелігінен байқауға болады. Бірде Иркутскінің Таукен институты түлектері Мәскеуге шақырылды. Оларды ауыр өнеркәсіп халық комиссары Серго Орджоникидзе қабылдады. Ол институт бітіргендерді стол басына шақырып, олардан оқу бітірген соң қай кәсіпке барғысы келетінін сұрады. «Мен институтта қалып, ғылыми қызметпен айналысатын болдым» деді бірі. «Жақсы ғой, алайда тәжірибесіз қандай ғалым шығушы еді» деп Серго келесі жігітке қарады. «Әкімшілік қызметпен айналысатын ойым бар» деді бұл. Серго қабағын шытып, «Сіздер есті адам сияқты едіңіздер, мұның не? Ғылымды әкімшіліктің лас ісіне былғап қайтесің» деді. Сосын үшінші отырған жігітке қарады. Ол «Мен Жезқазғанға барамын» деп жауап берді. Серго таң қалып, «Бұл шешімді қашан қабылдадың?» деп сұрады. «Жоқ, мен Жезқазғанда практикада болдым. Қаныш Сәтбаевтың қарамағында жұмыс істедім. Оған қайта келемін деп уәде еттім» деді. «Жарайсың, Қаныш білікті геолог, оның тәжірибесі мол, үйрену керек» деп Серго әлгі жігіттің қолынан алып, оның шешімін үлгі етіп мақтапты. Бұл жігіттің есімі Самвел Матевосян еді. Ол оқудан соң Жезқазғанға келіп жұмыс істеді. Кейін Жезқазғанда Қаныштан үйренген тәжірибесін Арменияда қолданып, ол жерде Қарсақбай сияқты зот алтын кенін дамытты. Қаныштың сол кездегі тәжірибесі көптеген жасқа үлгі болды. Оқымаған геолог. Жезқазған даласында, әсіресе қазақтар арасында Қаныш аңыз адамға айналды. Сол маңайдағы жұрттың бәрі бас қоса қалса, несін айтасың, қазақтан Қаныш деген ғұлама шығыпты. Оқымыстылығы сонша 7 қабат жер астында не болып, не қойып жатқанын біледі екен. Жұлдыздармен сөйлесіп, тастармен тілдеседі. Тастың түріне қарап, ішінде алтын бар жоғын ажырата береді екен. Деген әңгімелер желде есті. Жұрттың енді бір парасы тау кезсе де, жер кезсе де айналасын барлап жүретін геологиялық ауруға шалдықты. Түр түсі, кесім пошымы ерекше тас көрсе дорбасына жинап Қанышқа кеп көрсететін. Қаныш болмай қалса, жолықпай кетпейміз деп базада жатып алады. Қаныш келген соң әуесқой геологтармен бөлек жүздесу болады. Бір қызығы, олардың жеткізген тасы көбіне пайдалы кеннің бөлшегі болып шығады. Ондайда Қаныш арнайы отряд құрып, оларға ілестіріп жібереді. Көбі олжамен оралатын. Пошымы бөлек, түрі қызық, бірақ пайдасы жоқ тастарды арамтер болып арқалап келген адамдар да көп болыпты. «Мына әкелген тасың түкке тұрмайды. Бар, үйіңе қайта қой» дейтін қаттылық Қанышқа сірә тән емес. Ол ешкімнің көңіліне дық салмайтын. Кім келсе де қонақ қылады. Оларды дүкенге апарып, тас сап әкелген дорбасына базада ғана болатын дала қазақ үшін таңсық, жеміс жидек пен көкөністі сықита толтырып беретін.
Бала шағаңа менің атымнан сыйлық әпер деп қалтасына ақша салатын. Мұндай құрмет көрмеген дала қазағы бұдан соң Қаныштың мәрттігін өле-өлгенше жыр ғып айтып жүреді екен. Оның мәрттігі жайлы бір естелікті Федор Пастухов деген кенші қалдырыпты. Оның көз алдында мынадай оқиға болған. Қақаған қыста Қанышқа бір қарт кісі келеді. Ол оны кеңсесінде қабылдайды. Сәлден соң ол қария кісі күпісін қолтығына қысып, Қаныштың шолақ әдемі қара тонын киіп бара жатты. Ал Қаныш үйіне адам жіберіп, үйіндегі ескі күпісін сұратыпты. Кешке үйіне келген соң, әдемі тонының тағдырын естігенде Таисия ренжейді. Қаныш болса, қайтейін, үлкен кісі екен, үсті басы жүдеп кетіпті. Бөлмеге кіргеннен ақ жылы тонымнан көзін алмай қарай берді. Жаным ашып, еріксіз сыйладым депті. Айта берсе, мұндай оқиға жетеді. 1938 жылы Қаныш Жезқазған үшін күресін қайта жалғады. Оның негізгі себебі репрессия. Сталин зұлымдығы жағынан орта ғасырлық монархтардан асып түсті. Ол саяси бәсекелестерін баудай қырды. Репрессияның пышағы ешкімді аямады. Көзі ашық, сауатты адамның бәрін жаппай қамап, лег-легімен Сібірге айдап, топ-тобымен сотсыз-ақ атып тастап жатты. Міне осындай зобалаңда Жезқазған жобасын жоғары кабинеттен қолдап, қорғап отырған Орджоникидзе 1937 жылдың 18 ақпанында опат болды. Оның қазасы өзіне де ауыр соққы боп тиерін Қаныш түсінді. Арада 10 күн өткен жоқ, оған Мәскеуден мынадай мәтіндегі телеграмма келді. Биылғы бөлінген барлау қаржысы 50%-ға кемейді. Ешқайда арызданып, қаржы сұрамауды қатаң ескертеміз. Мәтіннің мағынасына қарап ақ, бала асқақтай бермей арыныңды бас. Енді кең қолтық көкең жоқ деген ишараны ұғыну оңай еді. Бұл кезде Қаныш қордағы қаржының бәрін тиынына шейін есептеп, келесі жылдың барлау, бұрғылау жұмысына жоспарлап қойған болатын. Жалғыз Жезқазған ғана емес, Қияқты, Байқоңыр, Атасу, Атбасар, Қорғасын, Жезді, Найзатаста қаптаған станоктар тоқтаусыз жердің астын бұрғылап жатқан. Бюджет қысылса, осы жұмыстың тең жартысы кілт үзілмекші. Ал Жезқазғанға тартылатын темір жол құрылысы тасбақа жүріске ауысты. Мұндай митың жүріспен бетбақ далаға жарты ғасырда да инфраструктура келмейді. Қой дегенге қоя салатын Қаныш қайда? Ол Мәскеудегі бас басқармаға жетіп барды да қайтадан мазалай бастады. Бәрі де кергіп отыр, қисық сөйлеп, қырсық мінезбен жауап беруге тырысты. Бұрынғы жақтастарының көбі атылып кетіпті. Орджоникидзенің Пятаков есімді бірінші орынбасары бар еді. Өте ақылды адам, һәм мықты маман болатын. Совет өкіметіне қарсы қылмыстық топ құрды деп жаламен оны да опат қыпты. НКВД онымен тоқтамаған. Қазақстандағы ауыр өнеркәсіп саласының ірі комбинаттарын басқарып отырған бірнеше басшы маманды Пятаков бандасының құрамында болды деген желеумен жоқ қылыпты. Бұл жолы Қанышқа байтал түгіл бас қайғы болды. Басқа тірестермен ұсақ түйек шарттар жасап, болмашы тиын тебеннің көзін тауып, тыныш қана Жезқазғанға жетіп алды. Бірақ Жезқазғанда жүргенде НКВД сілімтіктері оның ізіне түсіп жүйкесіне тиетін. Бірде ашықтан ашық, «Ей, сен Сәтбаев, атаңның қажы екенін ұмытпа» деп ескертетін. Ал жеке шопыры Григорий Мироненконы чекистер шақырып алып, бізге құлақ боласың. Қаныш қайда барады, кімдермен жолығады, не жайлы сөйлеседі, бәрін бізге жеткізіп отырасың деп қинаған. Абырой болғаны шопыры келіспей, Қанышқа адал болып қалған. 1937 жылдың салқыны. Бірақ амал нешік? Бұл қаралы жылдан Сәтбаевтар әулеті аман құтылмады. Ауыр соққы боп тигені немере ағасы Әбікей Сәтбаевтың атылуы. Әбікей көкесі Қанышты бала жасынан жақсы көріп, білімге жетектеп жүріп баулыған еді. Оны 1911 жылы 12 жасында Павлодарға орыс оқуына алып келді. Одан соң Семейге апарып, мұғалімдер семинариясына оқуға түсірді. Әбікеймен бірге Қаныштың туған ағасы Бөкеш Сәтбаев және Әбдікәрім Жәмінұлы Сәтбаев та опат болды. Ол заманда қатардағы Сәтбаевтар тұрмақ, Қазақ СССР-ның билік тұтқасын ұстап отырған басшылар жер жастанған. 40 жыл қырғын болса да ажалы жоқ өлмейді деген сөз рас екен.
Осындай қан қасап қырғын боп жатқанда жан алғыш Әзірейіл Қаныштың қасынан жанап қана өте шықты. Ол түрлі қысымға ұшырады, бірақ тірі қалды. Сол жылдары Социалистік Қазақстан газетінің бас редакторы болған Ғабит Мүсірепов мынадай дерек қалдырыпты. 1936 жылы Алматыдағы басшылық Қанышты еңбек қызыл ту орденіне ұсынды. Осы атақпен марапатталғаны жайлы Социалистік Қазақстан газетіне указ шығуы тиіс. Газет дайын боп, оған қол қойып жатқанымда редакцияға шұғыл телеграмма келді. Онда орден туралы указдан Қаныш Сәтбаевтың есімі сызылып тасталсын деп жазылыпты. Мәтінді оқып шошып кеттім. Дереу бірінші хатшы Мирзаянға телефон соқтым. Мирзаян: Ғабит, бірде-бір газет таратылмасын, указға түзету жаса. Сосын маған тез жет, деп қысқа қайырды. Мен бардым. Мирзаянның айтуынша екі жұмыскер қазақ Қарсақбайдан шығып, ерінбей Мәскеуге барып, байдың тұқымын орденге сұнып жатыр деп арыз түсіріпті. Ең сорақысы, арыздың мәтіні Сталинге дейін жеткен. Мұртты көсем Кремльде Мирзаянға телефон соғып, сендерде саяси қырағылық нашар деп ескерту жасапты. Әрине, мұндай ескертуден соң бірінші хатшының жүрегі тоқтап қала жаздаған. Ғабиттің долбарынша Мирзаянды аяқтан шалып, абыройына көлеңке түсірмек болған НКВД көсемі Ержев. Себебі Алматыда Мирзаянның атағы дүркіреп тұрған. Тағы бір оқиғаны Қаныштың немере інісі Қалкен Жәмінұлы баяндайды. Бірде Рудниктегі экспедиция қоймасын жинап жүріп, 1937 жылы орталық комитетке жазылған 3 бет арыз таптық. Оған Саид Сейфуллин бастаған бірнеше адамдар қол қойыпты. Онда Қаныштың байдың ұрпағы, халық жауы, Жезқазғанның болашағына зақым жасауы мүмкін деп жазыпты. Қатты алғаш көрген коллектор Поворозенюк оны Нұралинге беріп, арыздың көзін жояды. Кейін Саробада тұратын Сарымолда Бекжанов деген қариямен сөйлестім. Оның айтуынша, Қанекеңнің үстінен арызды ұйымдастырған Саид Сейфуллин екен. Құдай сақтағанда арыз ешқайда кетпей қалған. Қаныш Саидтың осы тірлігін естісе де үндемеген. Таспен ұрғанда аспен ұр деген принциппен оның қызметін жоғарылатып жібереді. Кагановичпен кездесу. Орджоникидзенің орнына Каганович отырады. Қаныш соған жазып, Жезқазған облысы сылбыр жүріп жатыр, стратегиялық маңызы зор, металл кені дұрыс қаралмай жатыр деп дабыл қақты. Бір емес, бірнеше хат жөнелтті. Бір қызығы, оның хатына Мәскеудегі жаңа басшылық бірден реакция танытып, Мәскеуге тез жетіңіз деген телеграмма жіберілді. Қаныш шұғыл жолға шықты. Жұмыс кестесінің тығыздығы сонша жиналыс түнгі бірде басталды. Қанышпен бірге осы салаға жауапты бірнеше маман қоса шақырылыпты. Жаңа нарком Жезқазған жобасына жауапты басшының бәрін тергеуге алды. Ол бос сөзді көбейтпей нақты істелді, не істелу керек, соны айтыңдар деп шорт кесті. Бұл репрессия жылдары болатын. Бәрі үнсіз қалды. Қиқаңдауға шама жоқ. Қия бассаң желкен қиылады. Кезек Қанышқа келді. Ол орыннан тұрғанда мәскеулік мамандар қорыққаннан жүрегі жарылып кетуге сәл қалған. Себебі мәжіліс қазақ ғалымының шағым хатының негізінде болып жатыр. Ал бұлар болса, күні кешеге дейін Қаныштың аяғынан шалып, қаржыдан қысқан кесірлер еді. Қаныш олардың атын атап, түсін түстейтін болса, заматта басы кетеді. Құдай сақтағанда Қаныш ешкімнің атын атап, көзін шұқымады. Проблеманы жалпы позициядан тарқатып, қаржы дұрыс бөлінсе, жобаға өзіңіз қаттырақ көңіл бөліңіз деген сыңайда сөз түйіндеді. Каганович те ешкімге шүйлікпеді. 1936 жылғы бұйрыққа сәйкес Жезқазған жобасы қарқынды жүретін болсын деп шешім шығарды. Бұдан соң жобаның жаңа жоспарын жасап, есеп-қисабын қайта шығаруды Қанышқа тапсырды. Басқа мамандардың көзінше, біреуін қалмай Сәтбаевты тыңдайсыңдар. Бұйрық мүлтіксіз орындалатын болсын. Осы жоспар жүзеге аспайтын болса, бәріңді аямаймын. Бірақ соңғы ескерту деп мәселені шекеледі. 1938 жылы наркомнан мұндай ескерту алған басшылардың хал жағдайының қандай боларын өзіңіз-ақ шамалаңыз. Бәрі бітіп қоштасар сәтте Каганович Қаныштың қолын қысып тұрып, қаржыны қанша сұрасаң, сонша аласың деді де,
көзінше Мәскеудегі мыс басқармасының бастығына тиісті нұсқауды берді. Осылайша үлкен Жезқазған жобасы ақыры жүзеге асты. Сарыарқа төсіндегі ірі өндіріс ошақтары сапалы темір жолдармен матаса байланысып, өндіргіш қуаттарын арттырды. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жыл күзде басталды. Бұл соғысқа СССР де араласып кетті. 1940 жылдың басында Совет көсемдері Қанышты Мәскеуге жедел алдырды. НКВД офицерлері арнайы ұшақпен келіп, Қанышты Қарсақпайдан алып кетеді. Бұл жолы оны түсті металлургия басшысы Самохвалов пен СССР ішкі наркоматына қарасты ГУЛАГ басшысы Ширнышев қарсы алды. Айтуынша тапсырма ішкі істер наркомы атақты жендет Бериядан түскен. Жезқазғандағы жер асты рудаларының жағдайын бүге-шүгесіне дейін түсіндіріп бере алатын адаммен сөйлесіп, ондағы кенді барынша тез әрі тиімді пайдаланатын жобаны жүзеге асыру тапсырылған. Осы кездесуден соң Жезқазған СССР аумағындағы аса маңызды стратегиялық аймаққа айналды. Бұл өңірдегі құрылыс жұмысының қарқыны артты. Қаныш Алматыда. 1940 жылы Қазақ СССР өзінің 20 жылдық мерейтойын атап өту үшін ірі қалаларда түрлі іс-шара ұйымдастырылып жатты. Шараның соңғы жиыны Мәскеуде аталып өтпек. СССР-ға оның мүшелері қазақ ғылымына қатысты ерекше жиын өткізуге тапсырды. Осы жиында Қазақстан ғылымының 20 жылдық жетістіктері аталатын баяндаманы қазақстандық бір ғалым жасауы тиіс. Баяндаманы жасау Қанышқа тапсырылады. Қаныштың ғылыми атағы жоқ, өзі Қарсақпайда тұратын қарапайым инженер. Бірақ Қанышқа ресми атақтың не керегі бар? Бастысы ғылым білім миыңда қайнап, көкірегіңде сайрап тұрса болды емес пе? Қаныш баяндама жасағанда естіген жұрт есінен танады деседі. Бұл оқиғаға куә болған Ульяновский мынадай естелік айтады. 1940 жылы қазан айында СССР ғылым академиясы президиумының кезекті отырысы өтті. Бізге Қазақстан тарапы баяндама жасау үшін Мәскеуге инженер Сәтбаев барады деп хабарлама жіберді. Содан Қаныш Сәтбаевты күттік. Ол мәжілістің ашылуына бірнеше минут қалғанда келді. Тұлғасы биік екен, алыстан көзге түседі. Біз баяндамаңыздың тезисі бар ма? Оны оқисыз ба деп сұрадық. Ол қағазға қарамай сөйлейтінін айтты. Зал бірте-бірте академиктерге тола бастады. Алдыңғы қатарда Степанов, Заварицкий, Обручев сияқты қарт академиктер отырды. Бәрі Қазақстаннан келген жас инженерге сыммен қарайды. Әдетте академия мінберінде ғылыми атағы жоқ қарапайым адамның сөйлеуі таңсық еді. Қаныш Сәтбаевқа сөз берілді. Ол дегеннен тұтықпай, асықпай, бір ырғақпен сөйледі. Қазақ жеріндегі кен орындары жайлы әңгімесін бастады. Біз оның ұшан теңіз біліміне тәнті болып ауыз аштық. Ол Қазақстан емес, әлемдегі кен орындарының да жайын жақсы біледі екен. Бәрін Қазақстанмен салыстырып баяндағанда үйіп қалдық. Мәнді әңгімесінен бір сәтте тайған жоқ. Оның баяндамасына қарт академиктер орнынан тұрып қол соқты. Әдетте олар анау-мынау ғалымды менсінбейтін. Мәжіліс аяқталған соң сағат түнгі 12-ге дейін ғалымдар Қаныш Сәтбаевтың баяндамасын талқылап жатты. Солардың бірі, егер орыстардың бәрі әлгі қазақ инженері сияқты сөйлей алса, мұндай баяндамаларды тыңдау қашанда қызықтырып тұрар еді дегені әлі есімде. Осыдан соң Қанышты жаңа қызметке тағайындау туралы әңгіменің шеті шықты. 1940 жылы СССР-ға Алматыда филиал ашылып жатты. Республикадағы өкімет басшысы Нұртас Оңдасынов ғылыми институтты басқаруға Қанышты қолайлы көріп, назарда ұстап отырған. Бұған дейін Қанышты жете танымай келген ғалымдардың бәрі бүгінгі сауатты, һәм тегеурінді баяндамасынан соң іштей онымен санасып қалды. Демек, ғылыми атағы жоқ Қанышты Қазақ академиясына ұсынса қарсылық болмау керек. Нұртастың есебі дұрыс шықты. Қаныш ол орынға 1941 жылы кедергісіз жайғасты. Оған СССР-дегі мәртебелі марапат Ленин ордені тапсырылды. Енді Қанышты ұсақ-түйек кедергімен тоқтату мүмкін емес. Ол таудан домалаған бір уыс қардай барған сайын екпіндеп, көлемі де ұлғайып, арыны да арта берді.
Қарсақбай ұжымы Қанышты Алматыға шығарып салу үшін қоштасу кешін ұйымдастырды. Бұл кеш емес, ұлан асыр той болды. Қанышқа жүрегі байланып, бауыр басып қалған жұмысшылар онымен қимай қоштасты. Тіпті кейбірі көз жасын тия алмай бірнеше күн жылаған. Көңілдің күптілігінен ас су батпапты. Қарсақбаймен қоштасар сәтін Таисия жеңгей мынадай естелікпен шегелепті. Қоштасудың ақырғы сағаты қайғылы хабарға ұласып, алабұртқан көңілімізді әлем тапырақ етті. Сөйтсек, Ұлы Отан соғысының алғашқы күні басталыпты. Жеке бастың қам күй жайында қалып, мүлдем өзге дүниені ойлауға тура келді. Бірер күннен соң Жезқазғанмен бір жола қоштасып, баяғы келген ізімізбен Жосалы бекетіне жүк машинасымен аттандық. Қимас Жезқазған, қасиетті Ұлытау, бізге жайлы босаға болған алтын ұя, қадірлі өлке артта қалып барады. Қош бол, қазыналы кең дала. Қош болыңдар, бізге туған туыстай бауырласып кеткен қадірлі кенші, барлаушы достар, мейірбан ел, дейміз егіле қарап. Саған енді сағынып, шаруа қаммен ғана келеміз. Осы өңірден тезірек кетпек болғанда, күйеуімнің мені жұбатып, сен әлі осы өлмен жылап қоштасасың дегені есіме түсті. Тежеусіз төгілген жасқа ие бола алмай жыладым. Жезқазған оқиғасы Кремльдегі наркомдар арасында дүбірлеген әңгіме туғызды. Бұл аймақтың стратегиялық маңызы жоғары екенін білді. Сол үшінде мыс қорын тапқан Қаныштың өзінде ашқан жаңалықтарын да жіті бақылап отырды. Ашық айтпаса да ғылыми мекемелер мен ықпалды кабинеттерде келешекте Қаныштың біліміне тәуелді екенін іштей мойындады. Сталинді құтқару. 1941 жылдың тамыз айында Гитлер армиясы Совет еліне ауыр соққы жасады. Фашистер Никопольдағы марганец кенін шығаратын шахтаны басып алды. Бұл жеңістің Германияға шабыт сыйлағаны сонша, 3-ші рейхтің насихат министрі Геббельс радиодан Қызыл армия марганец кені шығатын Никополь қаласынан айырылды. Енді олардың қарсылық қылар дәрмені жоқ. Марганец қосылған соңғы танктерін тезірек қиратып тастаңдар. Сонымен саудасы бір жола бітеді деп мәлімдепті. Марганецтің екінші көзі Кавказдағы Чуатура кенінде екен. Күзге қарай фашистер оның да жолын жапты. Осылайша марганец өндіретін екі кен ошағы жау қолында қалды. Онсыз СССР-дің зауыттары бірде-бір танк шығара алмайды. Себебі құрышқа марганец қоспаса, оның бойына шымыр қасиет дарымайды. Оқ өткізбейтін төзімді қасиетті қара темірге марганец тартып тұрады. Бұл руда қосылмаған танкты зеңбірекпен ататын болсаң, оның снаряды саман кірпішке қадалғандай кедергісіз тесіп өтеді. Никополь қолға түскен соң Сталинді үрей биледі. Тез арада марганец таппаса соғыста күл талқан боп жеңіледі. Оған дейін оны удай бағаға Канададан сатып алып, ұшақпен алдыруға мәжбүр болды. 1941 жылдың 29 тамызында төтенше жиналыс болып, шұғыл қарар қабылданды. Шығыс өңірде марганец өндіру жедел арттыру керек. Бұл үшін қажетті адам күші мен техника бөлінсін. Геологтар жұмылып марганец кенін темір жолға ұтымтал жерден іздеп тапсын. Тапсырма түскен күні Қаныш Ресейдің алыс аймағында сапарда жүрген Иосиф Богданович атты геолог барлаушыны елге шақыртты. Оған Жезқазған жақтан марганец іздеуді тапсырды. Қаныш 1928 жылы Жезді тауын аралап жүріп, марганец қорының ізін байқаған еді. Бірақ бұрғылап зерттеуге қаражаты болмады. 1936 жылы ғана Жездің таутасына 7 жерден тесіп көрудің сәті түсті. Жасалған карта мен анализ қорытындысын Богдановичке беріп, барлауды жылдам жүргіз, жаныңа не керек бәрін сұрай бер, керек жарақтың бәрін саған тауып беруге міндеттімін деді. Соғыс басталған күні геологтарға да әскерге шақырту қағазы келген. Солардың бәрін соғысқа жібермей сұрап алып қалған Қаныш еді. Соның бірі Богданович үмітті ақтады. Ол кен қорын тапты. Есебін қағазға түсіріп Қанышқа жылдам жолдады. Қарсақбайдағы бас кеңседе бастық болып Штефанов пен Сайд Сейфуллин отырған. Қаныш Алматыға кетерде орнына екеуін қойып кеткен. Олар бұрғышының қазып әкелген минералына кәсіби геолог ретінде анализ жасап қорытынды беру керек.
бірақ қорытынды жазып беруге қорықты. Осы сәттегі екі бастықтың асып-сасып қорқақтап қалған сәтін Медеуов Сәрсеке қазақтың қанышы кітабында әсерлетіп жазған. Алматыда отырып алып нұсқау беру әрине оңай деп екеуі желкесін қасып қойды. Сонымен қор көлемін қалай белгілейміз? Богданович барлау бастықтарына ожырая қарап, қалайларың не? Есеп не десе соны жазу керек деді. Иосиф Николаевич, бұл нақты есеп емес, жорамал деді Сейфуллин күмілжіп. Аталған шамадан кем шықса бас кетеді. Асып жатса ешкімде қателестің деп сөкпейді деді Штефанов. Неменеге қорқып тұрсыңдар? Қыбыжықтаған осы сөздеріңді Қанекең естісе төбелеріңді ояды. Сонша сақтанып не көрінді? Қорқсаңдар болжам қорды өзім-ақ жазамын деп Богданович 1,5 миллион тонна деп көрсетпек болды. Оның көбірек. Арық айтып семіз шығайық деді Штефанов әлі де болса сақтанып. Олай болса жездінің марганец қоры 1 миллион тонна деп айтайық. Оның 60% өндіріске байтусыз-ақ жарамды. Ондағы металдың орташа құнары 35% екенін көрсетсек, Қанекең бізге ренжімейді деді Сейфуллин. Үшеуі осы уәжге келісті. Барлау қорытындысы аса құпия құжат ретінде Жезқазғаннан Мәскеудегі қара металлургия наркоматына жіберілді. Бұл хатқа жауап та жедел келді. Магнитогор қаласындағы комбинаттың мықты мамандары жездіге сау ете қалды. Келе сала жездіні аралап зерттеді. Анализге қажетті тас кесек топырақты жәшікке тиеп алып тайып тұрды. Арада 15 күн өтпей комиссияның екінші тобы топырлап келе қалды. Бұл жолғы пәрменнің екпіні қат деді. Комиссия құрамында СССРдегі марганец кенінің білгірі профессор Покровский бар екен. Қазақстан жағынан бұл топтың құрамында Қанышта болу керек еді. Бірақ сапарға аттанар күні Қанышты ауру айналдырып, аяқ астында төсекке алып ұрды. Орнына басқа бір маманды жіберді. Бірақ олар да кесінді ештеңе айта алмады. Марганец қорына қатысты түбегейлі шешім сол күй шықпады. Қазақстан атынан қатысқан 3 геолог та тәуекел ете алмай жер шұқи берген. Ресейден келген сарапшыларды нақты дәлелмен сендіруге тырыспаған. Негізгі себебі өздеріне сенімсіз. Қор тез таусылып қалса басымыз кетеді деп қорыққан. Бұл хабар Қаныштың жүйкесіне тиді. Ауруханада жатса да өзі істі қолға алды. Қарсақбайда жүрген Сейфуллинді, Штефановты және Пастуховты жіберіп Алматыға алдырды. Жет дегенде Жаппарқұлда жан бар ма? Барлау дерегін арқалап 3 геолог шығып келді. Барлау анализін палатама әкеліңдер деп бұйырды Қаныш. Бұйрық заматта орындалды. Ол 2 күн деректерге анализ жасап, 3-ші күні Штефановтарды ауруханаға шақырды. Келген бойда үшеуін сыбап салды. Мыналарың не? Тымсақ болып кетіпсіңдер, жігіттер. Сайды саған не жоқ? Көпе көрінеу қорқақтық жасағансың деп әбден сілкіледі. Сендердің қорқақ мінездеріңнен жездінің қоры 3 есеге азайтылып көрсетілген. Есептерің қате, тиімсіз әдіспен өлшепсіңдер. Мынау жарамайды. Енді осы істі бітірмей біреуін қайтпайсыңдар деді. Үшеуі амалсыз бас изеді. Көп замай Қаныш жазылып шықты да тізгінді қолына алды. Ол кезде Қаныш 3 бөлмелі үйде бір қауым ел болып тұрып жатқан. Оның ішінде аштық кезінде аман алып қалған баяғы балалар да бар. Осы топырлаған бала-шағаның арасына 3 геолог та келіп қосты. Ал Қанышқа жүруге, тұруға болмайды. Ол ортаңғы бөлмедегі төсекке жайғасты да жездінің марганецін қайта есептеуді бастады. Штефановтар үйіне қайтпайды. Тоқымдай жер табылса қисайып құлай кетеді. Таң атпай қайта кіріседі. Ақыры жұмыс аяқталды. Қаныштың есебінше жездінің өндіріс қоры бірнеше миллион тонна. Бірақ Қаныш осының өзін асынып тұр. Марганец 5 миллион тоннадан аспаса кем түспейді. Бұдан аз болса соттап жіберсін. Бәріне өзім жауап берем деп отырып алды. Оның көзсіз батырлығын көргенде Штефановтардың көзі жыпылықтап, басын сипап, көнгеннен басқа шара таппады. Жасаған қорытындысын Қаныш жергілікті комиссияға өткізді. Олар Қанышқа сенбей, бәрін қайта тексеріп шұқшиып отырып алды. Уақыт болса кетіп жатыр. Сөйтіп отырғанда 1942 жыл болды. Бірақ бұл іс мұнымен бітпеді. Нақты шешім айтуға Мәскеудегі геологтар да қорықты. Қан қасап соғыс кезінде қате қадам бассаң, трибунаға немесе штаб-батқа кетесің.
сол үшін сенімсіздік танытып, өздерінше қате қисапта жасаған. Тіптен болмағасын Қаныш бүкіл одақтық геология қызметінің басшысына хат жолдады. Хаттың мазмұнын оқысаң таң қаласың. Ол ап-анық есепті қасақана бұрмалап отырған танымал геологтарды сыбап тұрып сынап тастапты. Бұлар осылайша айтысып тартысып жатқанда марганецке деген сұраныс 100 есеге артып кетті. Сталин болса барлық одақтас республиканың бірінші хатшыларына марганец тауып беріңдер, табылмаса елдегі қару-жарақ өндірісі тоқтағалы тұр деп қорқынышты телеграмманы үсті-үстіне жолдап жатты. Сол кездегі Қазақ СССР-ның бірінші хатшысы Скворцов Алматыдағы барлық геолог-металлург ғалымдарды жинап ақылдасты. Бірнеше ғалым пікір білдірген соң Қанышқа сөз кезегі тиеді. Бұған дейін елдің бәрін үнсіз тыңдап отырған Сәтбаев жездіге қатысты бүкіл мәліметті үттір нүктесіне шейін түсіндіргенде риза болмаған адам қалмады. Бұл жолы да баяғы ақжүрек досы Русаков орнынан атып тұрып, Қаныштың қолын қысып, арқасынан қаққан. Жиналыстың нәтижесі сол сағатта хабарланды. 2 күн өтпей Мәскеуден жауап та келді. Бұл іске СССР қара металлургия наркомы Тевасян тікелей араласты. Көп ұзамай жезді мәселесі Сталиннің кабинетінде талқылап жатты. Сталиннің ойланатын уақыты да, мұршасы да жоқ. Жезді марганецін игеруге пәрмен берді. Ертесіне ақ жездінің айналасы мамандарға толып кетті. Уақыт тығыз. 1,5 айдың ішінде марганецті қазып алуға міндет қойылды. 1942 жылдың мамыр айында 200 жүк көлігі жездінің жағасында тізіліп тұрды. Оларды тоқтаусыз жүргізіп тұру үшін кемі 600 шопыр керек. Елде рөлге отыратын еркек қалмаған, бәрі соғысқа кеткен. Сол өңірдің шопырын түгел жинағанда саны 50-ден аспады. Амал жоқ, бұл іске қыз-келіншектер тартуға тура келді. Оларға көлікті жүргізіп үйренуге 2-3 тәулік қана уақыт берілді. Осылайша әйелдерден құрылған көлік колоннасы дайын болды. Бұдан бөлек кен қазу ісіне қатысты маманның бірі қалмай жездінің маңайына топтасты. Тау тасты тоқтаусыз қопарып, қыртыста жатқан марганецті топырағымен қазып алып, көлікке артып зауытқа жедел жіберу қажет. Уақыт өте тығыз, жұмыс қолы тапшы. Ұйқыға 4 сағат, ас ішуге 30 минут берілді. Әр адам тәулігіне 19-20 сағат демалмай жұмыс істеуі тиіс. Арада 38 күн өткенде бұлар мақсатына жетті. Марганец тиелген вагондар Оралдағы танк зауытына қарай шеру тартып бара жатты. Осылайша Қаныш тауып берген жезді танкке қажетті марганецтің 31%-ын бір өзі берді. Бірақ жезді оқиғасы да тез біте қоймады. 1943 жылға қарай жездіде марганец қоры бітуге таяу. Сәтбаев бізді адастырды деген сарындағы әңгіме гуете қалды. Ырың-жырың, сөз тасу тағы басталды. Мәскеу мен Алматының геологтары арасында текетірес жүріп жатты. Қаныш бұл жолы да саспады. Жездіден алынған материалдың бірнеше жәшігін Алматыдағы кабинетіне алдырып, жаңа жылдың есебін басынан қайта қарап шықты. Бұл жердің астынан керек болса бірнеше миллион тонна марганец аласыңдар деп тағы да мәлімдеме жасады. Бұл жолы есеп-қисапты тыңдау үшін бүкіл одақтық қор комиссия мүшелері 1943 жылдың 15 маусымында Алматыға жиналды. Мәжіліске төраға болып профессор Татарников қатысты. Марганец кенінің 34 білгір геологы Қанышты тыңдауға арнайы келіпті. Қаныш Мәскеуден келген 35 ғалымды ғылыми фактімен тырп еткізбей матап тастады. Оның есебін біреуі де терістей алмады. Амал жоқ, мұнда кемі 3 миллион марганец қоры бар деп кепілдік берді. Бірақ жездідегі марганец таусылмақшы деген өсек тоқтамады. Дұшпандары қара металлургия наркомы Тевасянға сыбырлапты. Нарком Қанышты Алматыдан шақырып Мәскеудегі кабинетінде қабылдады. Жездінің қорына қатысты есепті өз аузынан естігісі келді. Қаныш, сізге жездіден қанша шикізат керек, жолдас Тевасян деп сұрады. Мұндай сұрақты күтпеген нарком сасып қалды. 2, әлде 3 миллион тонна. Бәлкім 5 миллион тонна. Қысқасы, қанша тонна марганец керек, сонша аласыз, деді Сәтбаев. Қаныштың сенімді сөйлеуі наркомға майдай жақты. Тіптен жігерленіп, көңілденіп сала берді.
Осы сәтті пайдаланып, Қаныш та жездедегі жұмысшылардың жағдайын жақсартып алуға күш салып, қолқасын өткізіп алды. 1967 жылы 12 маусымда жездінің 25 жылдығы аталып өтіпті. Салтанатты жиында сөйлеген Кенші Әбдірахман Тоқтыбаев: біз бұл тойға жақсы жаңалықпен келіп отырмыз. Жезді бүгінге дейін 10 миллион тонна марганец өндірді. Кен әлі біткен жоқ. Келешекте бұдан да көп болады. Жездінің ашылып аяққа тұруына айрықша ықпал еткен екі кісінің атын ерекше атап өтуге рұқсат етіңіздер. Олар Қаныш Сәтбаев пен Иван Тевасян деп жариялапты. Ырықсыз эффект. Қысылтаяң шақта марганец тауып беріп, абыройын тағы бір көтеріп алған соң, Қаныш Қазақ Ғылым Академиясын құруға бекінді. Ол бір шетінен соғыстағы қиын кезеңді де ұлттың мүддесіне пайдаланды. Осы кезде Мәскеу мен Ленинградтың ғалымдары эвакуациямен Алматыға көшіп келді. Олардың көбі Қаныштың парасатына елтіп, Алматыдан кеткісі келмей, бір жолата қалып қойды. Сондай теңдессіз ғалымның бірі Кассин. Ол жер астының геологиялық картасын сызудың хас шебері. Ол 1941 жылы Сарыарқада барлауда жүргенде соғыс басталып кетеді де Ленинградқа қайта алмай қалады. Бұны естіген бойда Қаныш Кассинге хат жолдап, оны Алматыға алдырды. Ретін тауып бір бөлмелі пәтерге жайғастырды. Келуін келгенмен Кассин өндіріп жұмыс істей алмады. Себебі әйелі Степанова Ленинградта қоршауда қалды. Қалада азық-түлік таусылған. Халық аштан қырылудың алдында тұр. Қаныш беделін салып, республика басшылары арқылы Мәскеуге өтініш жолдады. Кремльдегі көсемдер арнайы отряд бөліп, Кассиннің әйелін құтқарып Мәскеуге жеткізді. Сосын оны Алматыға аттандырды. Әйелімен аман есен табысқанда Кассиннің қуаныштан жүрегі жарыла жаздапты. Ленинградтағы бұл блокада артық кемі жоқ 872 күнге созылған. Егер Қаныш беделін салып, жедел қимылдап, әйелін құтқарып қалмағанда, оның аштан өлуі әбден мүмкін еді. Бұдан соң Кассиннің Қанышқа құлай берілгені сонша, геология институтының бүкіл жұмысын шабыттанып істеді. Қазақтың жас геологтарын карта сызусіне баулып, бірталай шәкірт дайындап шығарды. СССР Ғылым Академиясының қызметкері Ульяновская мынадай естелік айтады. Тұтқиылдан басталған алапат соғыс түсіңе кірмес шаруаны мойынға артты. Академия қызметкерлерінің балаларын қайда жіберерімізді білмей сасқалақтап қалдық. Көп деген қаланың аты аталды. Бірақ қазақтардың қонақты қатты құрметтейтін игі дәстүрі ойыма түсті. Қазақстанға жедел хат жолдадық. 2 күннен соң Сәтбаев телефон соқты. Жолдас Ульяновская: біз балаларды ғана емес, көшуге тиіс барлық академикті де қабылдауға әзірміз деді. Балаларды Бурабай көліне жіберуге болмас па екен? Тиісті ақшаны қалай аударамыз деп сұрадым. Әбден болады. Бурабайда қаласаңыз, сонда жіберейік. Ал ақша мәселесін қозғамаңыз. Қазақтар қонақтан ақалмайды деді. Көп ұзамай егде академиктер ғана емес, ғылым ордасының бүкіл құрамы жаңа тарих, экономика, география институттары Алматыға қоныс аударды. Кексе академиктер Медеу шатқалындағы демалыс үйлерінде тұрақтады. Ал ғылым докторлары бір бөлмелі үйге жайғасты. Ғылым кандидаты мен қатардағы қызметкерлер жатақханадан орын алды. Қаныш күндегі әдетімен оларға кіріп шығып, хәл сұрап тұратын. Бізден тағы не көмек тілейсіз деп бұйымтай сұрауды да ұмытпайтын. Ғалымдар керек жарағын айтады. Біреуге ғылыми кітаптар керек, енді біреуге зерттейтін құрал сайман қалайды. Әлде бір ғылыми диссертациясына ақыл кеңес сұрайды. Бұлардың ішінде бір кездері Қанышпен ұстасқан, ерегіскен, абыройын төге алмай дұшпандық еткен ғалымдар да бар. Бірақ Қаныш кек тұтпай оларды да бауырына тартты. Ғалымдардың өтініші аяқасты болмауын үнемі назарда ұстады. Әлде кімді шақырып керек жарағын тауып беруге тапсырма береді. Қызметкерлердің бірі реніш білдіріп, «Қанеке, осы кісілерге қағаз, қарындаш, темекі, қолшатыр іздеп қашанғы жүреміз» десе, Қаныш әзіл аралас: «Әй жігіттер, үлкен кісіге қолғабыс етуден беделі түскен қазақты әзірше көргем жоқ. Мұндай кері кеткеннің сөзін қойыңдар. Қайта мүмкіндікті пайдаланып, ғалымдардың батасын алып қалыңдар.
Атасыздың атының тері зая кетеді, себебі бел аспайды. Батасыздың маңдай тері зая кетеді, есігін ел ашпайды деген. Ертең ғылымдарың зая кетпесін дейтін. Мәскеу мен Ленинградтың айбынды ғалымдары келген соң Алматыдағы филиал айбаттанып сала берді. Күшіне күш қосылып, аз жылда қарқын алды. 1942 жылы 17 тамызда жоғарғы аттестациялау комиссиясы Қанышқа геология минералогия ғылымдарының докторы атағын қорғаусыз беруге шешім қабылдады. Мұндай құбылысты ғылымда ырықсыз эффект деп атайды. Мағынасы сен қаласаң да, қаламасаң да өзінен өзі туа алатын қосымша нығмет. Қаныш ешқашан академик, доктор, ғалым атануды мұрат тұтпаған. Ғылыми атақ алып, жарық кабинетте шалқып отыруды армандамаған. Оның көздеген мұраты біреу. Ол өз жұртын академиялық ғылымға баулып, сол арқылы тәуелсіз ел болуға деген талпыныс. Қымбатты тыңдарман, Санжар Керімбайдың Қаныш және ғылыми майдан кітабының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Жалғасы бар.